бірақ ең маңызды нәрсе біз ұмытып кеттік. Кім үшін деген нәрсе болу керек. Кімге емес, мен кім үшін беріп жатырмын. Көпшілік менен сұрайды екен, ұстаз, қай адамға садақа берген абзал дейді. Енді қараңызшы, мысалы бір адам ауруханаға түскен сәтте, оның артына ешкім келмесе, не туысқаны келмесе, не бауырлар келмесе, не оның қал жағдайын сұрамаса, ауыр жағдай ма? Әрине ол ауыр болады. А енді елестетіп қараңызшы, сіз қабірге түскеннен кейін артыңыздан ешбір амал келіп тұрмаса, ауыр ма? Әрине одан да ауыр. Енді ең қайырлы садақа ол артынан жүріп тұратын садақа. Мысалы, медресеге салсаңыз болады, немесе бір ілім жолына, бір бауырының оқуының ақшасын жауап берсеңіз болады. Ол жолдар өте көп екен, тоқтамайтын садақалар. Енді қараңыз, садақа. Біз көпшілік садақа, бізде қазір яғни уайымдайтын нәрсе кімге берсек болады деген нәрсе. Бірақ ең маңызды нәрсе біз ұмытып кеттік. Кім үшін деген нәрсе болу керек. Кімге емес, мен кім үшін беріп жатырмын садақа. Яғни ең маңызды сол нәрсе болу керек. Енді қараңызшы, мысалы ретінде бір уақиға айтып берсем сізге. Болған уақиға, ғалымдар кетіп баратқан кезде қастарында бір адам келеді екен. Хайырсыз нәрсеге, яғни жәрдем сұрайды. Сол кезде бір ғалым оған береді екен. Қасында адамдар айтады, сіз неге оған хайырсыз нәрсеге жәрдем беріп жатсыз дейді, яғни садақаны беріп жатсыз деген кезде, бірақ жаңа ғалымның уайымы кімге емес, кім үшін деген нәрсе болды. Мына жүрек деген нәрсе Алла деп соғып тұр. Мен Аллах разы үшін беріп жатырмын деген нәрсе. Егер жүректен шыққан нәрсе, ол басқа адамның жүрегіне жетеді, міндетті түрде жетеді. Жаңа адам қаражатты алған кезде дейді қолына, жақсы болды, мен нан алатын болдым ол ақшаға дейді. Көрдіңіз ба? Яғни бізде кімге деп қараймыз, бірақ кім үшін деген нәрсені ұмытпайықшы. Ең маңызды сол, біз кім үшін ол садақа беріп жатырмыз.